Сәлем, бұл Проспектус бизнес-клубының жаңалықтар бөлімі. Әдеттегідей сіздермен Фарида Елубай. Олай болса кеттік, Сингапурдың транспорт министрі Он Ке Кун коронавирус пандемиясынан кейін қалпына келу үшін әлемдік авиацияға кемінде 2 жыл кететінін айтты. Европалық бас директорлардың 82% өз қызметкерлерінің қашықтықтағы өнімділігі жоғарылады дейді. Coca-Cola сусынның 200 маркасы шығаруын тоқтатады. Бұл компания портфолиясының жартысынан аз бөлігі болып табылады. Европадағы ең бай адамның дәулеті Dior мен Louis Vuittonның сатылымы арқасында $8 миллиард өсті. Достар, бүгінгі жаңалықтар легі осымен аяқталады. Алда әлі сіздерді Проспектус бизнес-клубында сонымен қатар әлем жаңалықтары күтетін болады. Ол үшін сіздер міндетті түрде біздің арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, міндетті түрде комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.